Саламатсыздар ма оқушылар? Бірінші сабаққа көрі оқулықтағы 4-10 есептің шарларын көрсетейін. Теңдеуді шешіңдер дейді. Мына жерде оның интегралын табам. Интегралы 3t минус 2t квадрат бөлінген 2 тік жақша 1-ден x-қа дейін тең 4 минус 2x. 2 қысқарып кетеді. Енді орнына мәндерін қоям. Бірінші x-ті қойсам 3x минус 2 минус x квадрат 2 қысқарып кеткенде. Так, минус 1-ді қойсам 3 минус 1 болады. Тең 4 минус 2x. Жақшаларды ашам. 3x минус x квадрат минус 2 4 плюс 2x тең 0. Минус x квадрат. Бұл жерде 3x пен 2x плюс 5x береді. Минус 6 тең 0. Минусқа бөліп жіберсем минус x квадрат минус 5x плюс 6 тең 0. В теоремасымен шығарсақ, түбірлерінің қосындысы 5-ге, түбірлерінің көбейтіндісі 6-ға тең болатын. X біріншім 2, x екіншім 3-ге тең. Екіншісін шығарып көрейік. T минус 4t квадрат бөлінген 2. Тік жақша 1-ден x-ға дейін тең 12 минус 9x. 2 қысқарады. Сонда t минус 2t квадрат 1-ден x-ға дейін тең 12 минус 9x. Бірінші жоғарыға шегін қоям. X минус 2x квадрат. Минус 1-ді қойсам 1 минус 2 тең 12 минус 9x. Жақшаларды ашам. Минус 1 плюс 1 болады. Минус 12 плюс 9x тең 0. Минус 2x квадрат. Мынаумен мынау плюс 10x. Мынау минус 11 тең 0. Минусқа бөліп жіберейін. Сонда 2x квадрат минус 10x плюс 11 тең 0 деген квадрат теңдеу дискриминант табам. Так, 10-ның квадраты 100 минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 11 88 12 тең болады. X біріншім 10 плюс турасында 12 бөлінген 4 болады. Енді мынаны плюс минус 2 мән жазайық. Так, сонда мынадан 10 плюс 3-4-ім 12 болса, 2 түбірісінде 3 болады. Бөлінген 4, плюс минус тең болады. 2-ке бөліп жіберсем, 5 плюс минус түбірісінде 3 бөлінген 2. Бірінші, екінші осындай мәндер болады. Біз есептің жауабы болады. Үшіншісін шығарайық. Мына жерде 3t квадрат бөлінген 2 минус 2t. Жақша x-тен минус 1-ге дейін тең 5 минус x. Орнына мәндерін қоям. Минус 1-дің квадраты 1, сондықтан бірінші 3 бөлінген 2 минус 1-ді қойсам, мына жерге плюс 2 болады. Бірінші жақша минус енді x-ті қоям. 3x квадрат бөлінген 2 минус 2x тең 5 минус x. Мынау бізде 2-ден 7 болады. Минус 2-ден 3x квадрат плюс 2x минус 5 плюс x тең 0 деген. 3 бөлінген 2x квадрат. Мына жерде мынау бізде плюс 3x береді. Мына екеуін азайтса минус 2-ден 10, 2-ден 3 тең 0. Екі жағында минус 2-ге көйтіп жіберсем, так, мынаны минус 2-ге көйтсем 3x квадрат минус 6x плюс 3 тең 0. 3-ке бөліп жіберсем x квадрат минус 2x плюс 1 тең 0. Бұл бізде қысқаша көйту формуласы бойынша x минус 1-дің квадраты тең 0. Бұдан x минус 1 тең 0, x тең 1 деген жауап. Мына есептің жауабы табылады. Келесі төртіншісін шығарып көрейік. 5t квадрат бөлінген 2 плюс t жақша x-тен минус 2-ге дейін тең 6 қосылған x. Енді орнына минус 2-ні қойсам, 5 көбейтілген минус 2-ның квадраты бізде 4 бөлінген 2, мынау минус 2. Бірінші жақша, екінші жақшада x-ті қойсам, 5x квадрат бөлінген 2 плюс x тең 6 қосылған x. Так, мына жерде мынау қысқарады 2, 10, мына жер 8 қалады, минус 5 бөлінген 2x квадрат минус x минус 6 минус x тең 0. Так, минус 5 бөлінген 2x квадрат, мына x пен x минус 2x береді. Так, плюс 2 тең 0. Екі жағын минус 2-ге көйтіп жіберсем,
мына жерде 5х квадрат болады. Плюс 4х минус 4 тең 0 деген квадрат теңдеу шығады. Дискриминант табам. 4-тің квадраты азайтылған, қосылған 4 көзілген 5 көзілген 4. 16 қосылған 80 тең 96 деген шығады. X бірінші екінші деп жазайын. Минус 4 плюс минус арасында 96 бөлінген 10 болады. Так, минус 4 плюс минус 96 бізде 16 мен 6-ның көйтінісі, сонда 4 арасында 6 болады. Бөлінген 10. Так, 2-ге бөліп жіберсе, минус 2 плюс минус 2 арасында 6 бөлінген 5 деген есептің жауабы болып табылады.